Қайырлы күн достар, жаңа сериал арнасына қош келдіңіздер. Бүгін мен сіздерге 50-ші бөлімді ұсынатын боламын. Бүгінгі бөлімде Жанфиза Махирге "мені алдадың" деп ренжіп, оның сөздерін тыңдамастан кетіп қалады. Махир оның артынан шығып кешірім сұраумен болады. Осылайша ол керемет кештің шырқын бұзады. Жанфиза әкесінің үйіне кетіп қалады. Афет Ферманды ұрып соғады. Олардың жанына Гүлизар келгенде, Афет оған Эфсина одан жүкті екенін айтады. Кюшат анасына Жанфиза оған ренжіп жүргенін айтып, сырласып отырады. Бір кезде Жанфиза келіп, әкесін құшақтап, айтқан ауыр сөздер үшін кешірім сұрайды. Асаф Рашидтен Селимді сұрап отырады. Рашид олардан еш хабар жоқ екенін айтады. Селим орманда күрекпен жер қазып, "бұл апат менің қатемнен болмады, бәрі өзіңнің кесіріңнен" деп өз-өзімен сөйлесіп тұрады. Бір кезде оған Метен келіп, "көліктің көзін құрттық" дейді. Ол Джейланы сол жерге көміп кетеді. Махир ішімдікке тойып алып Жанфизаны ойлаумен болады. Ферман Эфсанаға звондағанымен ол тұтқаны көтермейді. Бір кезде Махир мас күйде Жанфизаға келеді. Ол оның бөлмесіне кіріп, жанына жайғасып алады. Афет көріпкелдің нөмірін алып, Асаф екеуінің қарым-қатынасын жақсартуды ойлайды. Ферман мен Седа Узиге түсуге келеді. Олардың сәбиі 8 апталық екенін біледі. Бір кезде Ферман Эфсананы есіне түсіреді. Ферманға Хауа шепке звондап, Эфсана еш жерде жоғын, кетіп қалғанын айтады. Оны естіген ол алаңдап тұрады. Эфсана әпкесіне келіп, пәтеріне кіргізуді өтінеді. Алайда ол жерде орын бос емес болып шығады. Ол не істерін білмей далада қалады. Сара Жанфиза екеуі әңгімелесіп отырғанда, Багач келіп оларды дәмханаға шақырады. Жанфиза Махирді қызғандыру үшін әдейі оның дәмханасына барады. Махир ұйқысынан тұрып, Жанфизаның жоғын көріп, оның дүкеніне кетпек болады. Афет Гүлизарға жаңа жылдың видеосын көрсетеді. Ол болса, оны жойып жіберу амалын айтады. Афет оған тек Асаф көрмесін деп ескертеді. Багач қыздармен жақсы танысып отырады. Кенет сыртта ер адамның әйелін жұлқылап жатырғанын естіп сыртқа шығады. Олардың ұрысын көріп, Махир шауып келіп, әлгі жігітті соққыға жығады. Ол жігітті полицейлер алып кетеді. Оның әйелі болса, "менің оған еш шағымым жоқ, күйеуімді қайтар" деп ұрсады. Афет Ферманға "ол қызды қалайда тап" деп тапсырма береді. Ферман оны бүкіл жерден іздеп таба алмағанын жеткізеді. Кенет Селим жекежайға келіп сөйлесуге келеді. Ол Асафтан Джейланы сұрайды. Асаф оны бұл сұрақты оған кері қояды. Ол болса, "немерең менен ақша алды, мені соғып қашып кетті" деп өтірік айтады. Асаф "ол қыз қайда кетті" деп сұрағанда, Селим оған "ерте ме кеш пе мен оны тауып алам" деп кетіп қалады. Кенже құрбысына Жанфизаға арыз жазғанын айтып, оның мазасын аламын дейді. Бір кезде Инжеге Багач звондап, "менің дәмханамның жанында бір қыз дүкен ашты, күйеуі комиссар екен" деп жатырғанда, Инже ол қыздың Жанфиза екенін біліп таңғалады. Багач Инжеден "той қашан" дегенде, ол жігітімен жүрмей қалғанын айтады. Жанфиза Махирге келіп, әлгі жігітке қол көтерген үшін арыз жазбақ болады. Бір кезде оларға Ферман келіп, Махирге "қайда жүрсің" деп ұрсады. Гүлизар әлгі флешканы теңізге лақтыруға қимай, қоқыс жәшігіне тастай салады. Кенет оны Кюшат көріп, асханаға балық жеуге шақырады. Ферман Махирге Афет Эфсана туралы біліп қойғанын және Севда да одан жүкті екенін айтады. Екеуі не деп шок болады. Ферман оларға "не дегеннен басқа сөз білмейсіңдер ме" деп сұрағанда, Махир оған "енді сенен тек шоқ жаңалық естісек қайтейік" деп әзілдейді. Ферман оған Эфсананы тауып беруін өтінеді. Сүрия мен Афет емшінің үйіне келеді. Ол оларға ерлі-зайыптылардың арасында жақсарту амалдарын айтады. Ол Севдаға "сенің күйеуіңнің көңілдесі бар" дейді. Ол "сенің күйеуіңді дуалаған" деп өтірік айтып отырады. Шындығында ол әйел бұлар туралы ақпаратты алдын ала камерадан біліп алған болатын. Ол Севдаға көмектесем деп қызметін жарнамалаумен болады. Селим Рашидке келеді. Ол оған "неге келдің? Қазір Махир осында, ол сені көрсе күдіктене бастайды" дейді. Селим болса "көре берсін, мен шағымдануға келдім, мені ұрып-соғып тонап кетті" деп Джейланың одан қомақты ақша алғанын жеткізеді. Рашид одан "сен қызға ештеңе істемедің бе" деп сұрайды. Селим болса "түсінбеген сияқтысың, зардап шеккен мен" дейді. Селим қасарысып "шағымыңызды қабылдайсыз ба" деп отырып алады. Ферман Махирді көндіріп Эфсананы іздеуге шығады. Екеуі серуендеп жүрген Кюшат пен Гүлизарды көреді. Кешкісін Асаф Махирге Джейланың камерадан алынған видеосын көрсетіп, оны Селим іздеп жүргенін айтады. Жанфиза Махирге ерегесіп, әкесінің үйінде қалып қояды. Кюшат пен Эзра оларды татуластыруды ойлайды. Эзра оған бір жоспарын айтады. Рашид Савашқа "Кюшатты бақылауды ұста" дейді. Ол болса "ол маған толықтай сенеді, уайымдамасаңыз болады" дейді. Рашид оған "бүгін кешке шаруаларды аяқта" деп тауарларды алып кетуін тапсырады. Кешкісін Ферман өзінің жан қайғысымен Махирдің басын қатырады. Махир болса Жанфизаға хат жазады. Жанфиза оған ренжулі екенін жеткізеді.
Кенет Күршат Махирге звондап, тауарларымызды алып кетуіміз керек, мен алаңдаулымын деп өз ойын жеткізеді. Ол Махирге сырттан тамақтануға шыққандарын, алайда Жанфиза үйде Савашпен қалғанын айтады. Махир болса тезірек көлікке мініп әйеліне баруды ойлайды. Негізі бұл Эзраның оларды татуластыру жоспары болған болатын. Эфсана жұмысқа орналасуға келеді. Басшысы оған күн сайын жұмысқа шығуын талап етеді. Ол болса ойланып, басқа барар жері жоғын айтып, жүкті екенін жеткізеді. Махир Жанфизаға келеді. Саваш Махирмен сөзге келеді. Махир әйелін алып кетпек болғанда, ол оған қарсы шығып бармаймын дейді. Махир сөзге араласқан Савашты ұрып жібергенде, Жанфиза амалсыз кетуге мәжбүр болады. Ферман үйге келгенде Севда оған алтын бұйымды көрсетіп алып беруін өтінеді. Ферман бірден келіседі. Сонда алдындағы әшекейді ол кімге сыйлаған деп ойланып қалады. Инжи багачқа келіп әңгімелесі отырғанда Жанфизаның дүкенге келе жатырғанын көреді. Сара екеуі Инжиді байқайды. Оларды багач таныстырмақ болғанда, олар бір-бірлерін танитындарын жеткізіп жұмыстарына кетеді. Күршат пен Махир тауарды көруге келеді. Ішке кіргенде олар тауар жоғын көреді. Махир оған, егер менімен ойын ойнасаң деп ұрсып жатырғанда, Күршат оған шындығын айтып ақталады. Махир не істерін білмей абдырап қалады. Рашид болса Селимге, Күршат біздің қолымызда дейді. Селим одан, ол тауарды тығып не пайда табасың дегенде, ол Селимге, Күршатты тығырыққа тіремін деп лордтың кім екенін біліп аламын дейді. Севда Фетке Ферман алған алқаны көрсетіп, Пакиза шындықты айтты, оның біреуі бар дейді. Ферман үйді жалға берген апайға ақша қалдырып, егер Афсана келсе, оны кіргізуін тапсырады. Жанфиза мен Гүлизар әңгімелесіп отырады. Екеуі Эфсанаға звондағанда, ол болса оны енді іздемеулерін өтінеді. Жанфиза Махирмен арасы суып жүргенін Гүлизарға айтып жатырғанда, оны Инжи естіп қалады. Кешкісін Махирлер тауардан айырылып қалғандарын Хасанға жеткізеді. Жанфиза Эфсананы алып кетуге келеді. Ол болса бармайтынын айтады. Олар оны көндіріп алады. Афет Ферманнан зергерден не алдың деп сұрап жатырғанда, кенет оған бір кісі звондап Эфсананы тапқанын айтады. Жанфиза мен Гүлизар үстелде отырғанда, кенет оларға ер адамдар тиісе бастайды. Эфсана оларды қорғамақ болғанда төбелес басталып кетеді. Ол екеуі қашып кетеді. Махир Күршатқа ұрсумен болады. Ол болса тауарды орнына қоятынына уәде береді. Және Рашидтен күдіктеніп отырады. Бір кезде Күршатқа Гүлизар звондап тез келуін өтінеді. Оны Махир естиді. Олар қыздарға қарай жол тартады. Кенет клубқа полицейлер келіп, бәріне орындарында қалуын талап етеді. Бір кезде ол жерге Инжи келіп, куәліктерін көрсетуді талап етеді. Жанфиза оны көріп тығыла жөнеледі. Бірақ Инжи тығылып отырған екеуін байқап қалады. Ол Жанфизаға, ибалы ізетті қыз сияқты көрінгенің жай ғана маска екен ғой, көңіл көтеретін басқа жер табылмады ма деп тиісе бастайды. Эфсана олардың жандарына келіп, Жанфиза оған келгенін жеткізеді. Екеуі сөзге келіп, Жанфиза оны ұрмақ болғанда, Инжи оны тұтқындауға бұйрық береді. Кенет ол жерге журналистер жиналып қалады. Махир уақытында сол жерге жетеді. Ферман да сонда болады. Бір кезде Махир Жанфизаны көреді. Оларды бәрі суретке түсіре бастайды. Махир олардан Жанфизаны алып кетпек болғанда, астарына Инжи келеді. Журналистер оларды сұрақтың астына алады. Достар, келесі бөлімдер бұдан да қызығырақ болмақ. Арнама тіркеліп кетуді ұмытпаңыздар. Назарларыңызға рахмет.